Сәлем достар! Сіздермен бірге Диана. Бұл ағылшын тілі сабағы, бастапқы деңгей 9-шы сабақ. Бүгінгі сабақ тақырыбы adverbs of frequency. Adverbs дегеніміз үстеу деген мағынаны білдіреді. Frequency жиілік. Демек, іс-әрекеттің қаншалықты жиі болатынын көрсететін үстеулер. Ең алғашқысы бізде always үнемі деген мағынаны білдіреді. Сонымен қоса бұл жерде сізге кесте берілген, және де сол кестенің қасында, әрбір үстеудің қасында белгілі бір пайыздық мөлшер тұр, яғни always дегеніміз 100%. Демек, үнемі болып тұратын іс әрекет. I always wash my hands. Мен қолымды үнемі жуамын. Wash жуу, hands қол. I always eat breakfast. Мен үнемі таңғы ас ішемін. Келесі бізде usually әдетте деген мағынаны білдіреді. I usually drink tea. Мен әдетте шай ішемін. I usually get up at 7 a.m. Get up дегеніміз ояну, тұру деген мағынаны білдіреді. I usually get up at 7 a.m. Мен әдетте сағат 7-де тұрамын. Келесі бізде normally, яғни көп жағдайда деген мағынаны білдіреді. I normally get good marks. Get дегеніміз алу, marks дегеніміз бағалар. Мен көп жағдайда жақсы баға аламын. Келесі бізде often. Және осы often сөзінің айтылуының екі жолы бар. Сіз often деп немесе often деп айта аласыз. I often read books. Мен жиі кітаптар оқимын. I often drink coffee. Мен кофені жиі ішемін. Келесі үстеу sometimes, яғни кейде деген мағынаны білдіреді. I sometimes watch TV. Мен теледидарды кейде қараймын. I sometimes listen to music. Және де бұл жерде назар аударыңыздар. Listen дегеніміз тыңдау, және де егер сіз музыка тыңдасаңыз, радио тыңдасаңыз, немесе менің айтқанымды тыңда деп айтсаңыз, үнемі to көмекші сөзі бірге жүреді. Сондықтан listen to деп бірге жаттап алыңыз. Listen to music, listen to the radio, listen to me. Мысалы, менің айтқанымды тыңда. Listen to me. Келесі бізде occasionally, яғни анда-санда деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I occasionally eat junk food. Junk food дегеніміз бізде fast food деген мағынаны білдіреді. Мысалы, бургер және тағы да басқа. I occasionally eat junk food. I occasionally listen to the radio. Мен радионы анда-санда тыңдаймын. Келесі үстеу бізде seldom, яғни сирек деген мағынаны білдіреді. Мысалы, I seldom get angry. Angry дегеніміз ашулы, ал get болу деген мағынаны білдіреді. Яғни ашулану. I seldom get angry. Мен сирек ашуланамын. I seldom eat sugar. Мен қантты сирек жеймін. Және де келесі бізде rarely, немесе hardly ever. I rarely eat fish. Мен балықты өте сирек жеймін. Яғни бар болғаны 5%, rarely, немесе hardly ever. Ең соңғысы бізде never, яғни ешқашан. Мысалы, I never eat ice cream. Мен балмұздақты ешқашан жемеймін. I never listen to rock music. Мен рок музыканы ешқашан тыңдамаймын. Достар, енді әдеттегідей тест жұмысын орындайық. Сіздерге тест қазақ тілінде берілген, сіз оны ағылшын тіліне аударуыңыз керек. Ең біріншісі, мен әдетте кітап оқимын. I usually read books. Мен жиі таңғы ас ішемін. I often eat breakfast. Мен кейде орысша сөйлеймін. I sometimes speak Russian. Мен ешқашан шырын ішпеймін. I never drink juice.
Достар, бүгінге осы. Каналға жазылуды, сонымен қоса лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше. Бай-бай!